Қызылшаның адам денсаулығына пайдасы. Қызылша дәрумендерге бай өте пайдалы көкөніс. Құрамындағы бетаин артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қызылшаны шикілі де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой-өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Құрметті көрермендер, арнамызға өтіп тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Тұмау, суық тию ауруларын емдейді. Қызылша ағзадағы қабыну процестерін тоқтатады. Тамақ ауырғанда қызылша шырыны ем болады. Тамақ қызарып, жөтел асқынғанда қызылша шырынымен тамақты шаю керек. Мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынан 5-6 тамшы тамызады. Қанды көбейтеді. Қан құрамындағы гемоглобин төмендегенде қызылшаны көбірек тұтынған жөн. Себебі темірдің сіңірілуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Бұл көкөністен неше түрлі салат жасауға болады. Қанды көбейту үшін 1 стақан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып күніне 3 рет ішесіз. Сондай-ақ жоғары қан қысымына шипа болады. Қызылшадағы табиғи нитраттар қан тамырларын кеңейтіп, артериялық қысымды төмендетеді. Бауыр мен асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Қызылша құрамында азот алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан айыруға себебін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруы сізді мазаламайды. Қызылшаның құрамындағы бетаин бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруды емдейтін қасиеті де бар. Қызылша іш қатудың алдын алады. Бұлшық еттерді нығайтады. Қызылшада бұлшық ет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Спортпен айналысатындар қызылшаны көбірек тұтынған жөн. Қызылша шырыны ауырсынып тұрған бұлшық етті қалпына келтіреді, төзімділікті арттырады. Токсиндерді шығарады. Қызылшада пектин көп. Олар адам ағзасын радиация мен ауыр металдардан қорғайды. Холестериндерді шығарады. Адам терісі тазарып, сұлулығын арттырады. Ағза шлактардан арылып, сауығуға түседі. Адам жасушалары жаңарады. Бұл өз кезегінде онкологиялық аурулардың алдын алады. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынын қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшық еттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырыны ішу денеге түсер салмаққа төзімділіктің 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларына зардап шегетін адамдарды ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда байланыс. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас ауырғанын жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырыны тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егер де сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныз жөн. Несеп тасы ауруы. Қызылша құрамында бұл ауруда қарсы көрсетілетін қымызық қышқылы бар. Іш өтуіне бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері керек емес. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Пайдалы ақпаратты достарыңызбен және жақындарыңызға жіберіп, қоңыраушаны басып қойыңыз.